кіші ортақ еселік 2 деп отырғанбыз. Және ең үлкен ортақ бөлгіш ЕОБ. Бұлар қалай табылады, не үшін керек? Мысалы, мынарда ең бірінші ең кіші ортақ еселікті қарастыратын болсақ, еселік деген түсінік бар. Еселік, еселеу ол көбейту. Біз мысалы есе артық біз көбейтеміз. Енді қараңыз. Мысалы, мен бір санның еселіктерін іздеймін. Мысалы, маған 12 санның еселіктері керек, 12 санның еселіктері деген қалай түсінуге болады? Ол 12-ні 1-ге көбейту, 2-ге көбейту, 3-ге көбейту, 4-ге көбейту, 5-ге көбейту, солай кете береді шексіздікке дейін. Көп көбейте беруге болады басқа да сандарға. Мысалы, 12-ні 1-ге көбейтсек, менде 12 шығады. 12-ні 2-ге көбейтсек, 24. 12-ні 3-ге көбейтсек, мына соңғыға 12 қосылып отырасыз. 24-ге 12 қоссаңыз, 36. 12-ні 4-ге көбейткенде 36, 12 қосасыз, 48. 12-ні 5-ге көбейткенде 60. 12-ні 6-ға 72. 12-ні 7-ге көбейтсеңіз 84. 12-ні 8-ге 96. 12-ні 9-ға көбейтсеңіз 108. 96-ға 12 қосасыз, 12-ні 10-ға көбейтсеңіз 120. 11-ге көбейтсеңіз солай кете береді. Еселіктері шексіз көп. Яғни бітпейді олар, Себебі мен оны үлкен сандарға көбейте аламын, арға жалғастыра бере аламын. Енді басқа бір санның еселіктерін алатын болсам, айталық, менде бір 18 деген сан бар. Сол 18 деген санның еселіктерін, ол дәл солай 18-ді 1-ге көбейтеміз, ең бірінші еселік сол санның өзі болады. Себебі санды 1-ге көбейтсек, өзі болады, әр санның ең кіші өзінің еселігі ол сол санның өзі. 18-ді 2-ге көбейтсеміз, оған тағы 18 қосамыз, 36 болады. 3-ге көбейтейік. Мына соңғы 36-ға 18 қоссаңыз тағы да 54 болады. 4-ке көбейтейік, 54-ге 18 қоссаңыз 72. 72-ге 18 қоссаңыз 90. 90-ға 18, 108. Ол да былай кете береді. Шексіз, Яғни мен не істедім? Егер маған тапсырмада мына екі санның ең кіші ортақ еселігін тап десе, ең кіші ортақ еселігін тап десе, мен әрқайсының еселігін тауып қойдым. Мен бірінші сізге түсіндірейін, бұның кейін басқа оңай жолын көрсетемін табудың. Қазір ол не екенін түсіндірейін. Ең бірінші сөз мынарда еселік. Мен соңынан бастаймын, керісінше. Соңғы сөз ол еселік, сондықтан мен әрқайсының еселігін тауып қойдым. Енді екіншісі ол ортақ еселік. Мынада ортақ деген сөз. Ортақ деген сөз екеуінде кездесетін еселіктер. Мысалы, мына біріншісінде 12 деген еселік бар, бірақ мынада 12 деген еселік жоқ. Мынада 24 бар, бірақ мынада 24 жоқ. Мынада 36 деген еселік бар, мынада да 36 деген еселік бар. Бұл екеуінің ортақ еселігі. Және тағы да ортақ еселіктер бар. Мысалы, мынада 72 деген еселік бар, мынада да 72 бар. 54 жоқ мынада. Екеуінде де бірдей болу керек, солар ортақ еселіктер бар. 108 бар, 108 бар. Олар да шексіз кете береді. Мысалы, қараңыз, арасы 36-тан қайталанып отыр ма? 36 қоса берген сайын екеуінің ортақ еселігі шыға береді. Ортақ еселіктердің ішінен бізге ең кішісін таңдау керек. Яғни олардың ортақ еселіктері біз көріп тұрған 36, 72, 108, тағы да басқа еселіктер бар. Осылардың ішінен ең кішісін таңда десе, әрине біз оп-оңай айтамыз, ол 36. Демек, 12 мен 18 сандардың ең кіші ортақ еселігі жазайық, ең кіші ортақ еселік қандай сандардың? 12 мен 18 сандарының. Ол 36. Енді бұл түсіндіру жолы. Әрине сіз әрқашан осылай іздемейсіз. Неге? Себебі егер сіздерде үлкен сандар болған жағдайда, олардың еселіктерін іздеп отыру сіздерге сәл уақыт алуы мүмкін. Сондықтан біз басқаша жолын көрсетейік, ортақ еселіктің табудың, ең кіші ортақ еселіктің. Мысалы, әр санды аламыз, 12 мен 18. Соны көбейткіштерге жіктейміз. Көбейткіштерге жіктеу деген сөз екі санның көбейтіндісі түрінде келтіру. Мысалы, біз 12-ні қандай санда жаза аласыз? Мысалы, сіз 3 пен 4-ні көбейтсек жаза аласыз, 3 пен 4. Сосын бұлардың қайсысы ары қарай жіктеледі, соларды жіктейміз. Жіктелмесе, жай сан болса, оны қалдырамыз. Мысалы, 3 ары қарай жіктелмейді. 1 мен 3-дің көбейтісін жазып қойыңыз, ол қайтадан 3 шығады. Ал 4 тағы да жіктеледі. 2 және көбейту 2. Мына 2 жіктелмейді, мына 2 де жіктелмейді. Сол кезде біз 12-ні 3 көбейту 2, көбейту 2 деп жіктей аламыз. 3 көбейту 2, көбейту 2. Арасында да 2-ні 2 көбейтсек 4, 3 көбейтсек 12 шығады. Бұл жай көбейткіштерге жіктеу деп аталады. Бұл жай көбейткіштерге жіктеу деп аталады, 18-ді дәл солай көрейік. 18-дің айталық біз 3 көбейту 6 дейміз. 3-ті 6-ға көбейтсек 18 шығады. 3 жіктелмейді ары қарай. 6 тағы да 2 санның көбейтіндісіне келеді. 2 мен 3-ге 2 ары қарай жіктелмейді, 3 ары қарай жіктелмейді. 3 көбейту 2, көбейту 3, немесе 3 пен 3-тің көбейтіндісі 2 және 1 2 бар.
Ең кішісінен бастап жазайын, ең бірінші 1, 2, көбейтілген 3, көбейтілген 3 деп, иә. Бұдан 18 шығады, әрине 2-ні 3-ке 6, көбейту 3, 18 шығады. Енді, ең кіші ортақ еселіктің табу жолы, бізге 12 мен 18 сандардың ең кіші ортасын табу керек қой. Мына екеуінің жіктелуін көріп тұрмыз. Міне мына 18-дің жіктелуі, мынау бізде 12-дің жіктелуі. Осы екеуінің кез келгенін көшір жазды. Мысалы, мен мына 18-дің жіктелуін көшір жазайын. Бұнда менде не бар? 2 көбейту 3 көбейту 3. Бұл менде 18 саны. 18 саны. Иә? Кейін осы жіктелуге мына арадан жетіспей тұрғандарын қоса саламыз. Яғни қараңыз. Мынау 3 бізде бар. Міне. Мынаумен толықтыру керекпіз мына жерде. Мына 2 бізде бар. 1, 2 бар ғой, иә? Ал мына 2-ге бізде мынарда тағы да жауап беретін 2 жоқ. Сондықтан мен оны толықтырамын мына жерге. Көбейту 2 деймін. Тағы да қайталайын. Мына 2 санның жіктелуінің кез келген біреуін жазып аламыз. Сосын екіншісімен жетпеген сандарды толықтырамыз. Жетпеген, яғни мынаған қарап отырамыз да, мына 1, 3 бар ма? 1, 3-ке жауап беретін 3 бар мында. 1, 2 оған жауап беретін 2 бар. Мына 2-ге жауап беретін 2 жоқ, сондықтан мына 2 уже кетіп қалды, мына 2-ні жауап туралы. Оны қосып жаздым. Сол кезде мына көбейтінді бізде ең кіші ортақ еселік болады. Қараңыз. Мына үшеуінің көбейтіндісі есептемеймін, ол уже есептелініп тұр. 18, соны 2-ге көбейтемін, 36 шығады. Яғни мына 36 шықты. Бұл ең кіші ортақ еселіктің табу жолы. Әрине бағамдап табуға болады, тағы да басқа жолдары бар. Бірақ осы жолда жеткілікті болады. Енді ең үлкен ортақ бөлгішке керек. Ең үлкен ортақ бөлгішке мен тағы да бір 2 сан таңдайын. Айталық, менде мынандай сан болсын. 120 және екінші саным айталық ол 180. Енді мына арада ең соңғы сөзге қарайтын болсаңыз, ол бөлгіш. Бөлгіш дегеніміз не? Бөлгіш деген мына сандар бөлінетін сандар. Мына сандар қандай санға бөлінеді? Кез келген сан біз білеміз, кез келген сан ол 1-ге бөлінеді. Сондықтан әр санның ең кіші бөлгіші ол 1 болады. 120 1-ге бөлінеді, 120-ны 1-ге бөлсек не шығады? 120-ны 1-ге бөлсек 120-ның өзі шығады. Яғни 120 ол ең үлкен бөлгіші. 120 120-дан артық санға бөлінбейді, былай айтсақ, иә. 120 2-ге бөлінеді. 120-ны 2-ге бөлсек не шығады? 60 шығады. Соңынан бастап екіншісі үлкен бөлгіші. 120 3-ке бөлінеді. 120-ны 3-ке бөлсек бізде не шығады? 40 шығады. 12-ні 3-ке бөлсек 4 шығады, иә. 120 4-ке бөлінеді. 30 шығады. Демек 30-ға да бөлінеді. 30-ға бөлсек 4 шығады. 25-ке бөлінеді. 24 шығады. 6-ға да бөлінеді. 20 шығады. 7-ге бөлінбейді. 8-ге бөлінеді. 120-ны 8-ге бөлсек, бұларда 6 бөлек, 5 бөлек, иә. Дұрыс алып қояйық. 120-ны 8-ге бөлсек 15 шығады. Немесе 15-ге бөлсек 8 шығады. 9-ға бөлінбейді, 10-ға бөлінеді, 12 шығады. Болды. Мен барлық бөлгіштерін жазып қойдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 бөлгіші бар. Яғни бізде еселіктер шексіз көп болатын болса, бөлгіштер әрқашан шектеулі болады. Ең кемінде 2 бөлгіш болуы мүмкін. Ең кемінде 2 бөлгіш. 2 бөлгіші бар сандар, олар жай сандар. Қандай 2 бөлгіш? Ол санның өзі және 1. Мысалы, 17 саны, оның тек 1-ге бөлінеді және 17-ге бөлінеді. Оның 2-ақ бөлгіші бар. 1-ге және 17-ге бөлінеді. Солар жай сандар деп аталады, иә. Енді дәл солай мен 180 санның бөлгіштерін жазып көрсетейін. 180 1-ге бөлінеді. Әр сан 1-ге бөлінеді. 1-ге бөлсек 180 шығады. Мынаға сыйдырып жазып отырсайын. 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлсек 90 шығады. 3-ге бөлінеді. 3-ге бөлсек 60 шығады. Немесе 60-ға бөлсек 3 шығады. 4-ге бөлінеді. 2-ге бөлгенде 90 шықты ма, сол 90 тағы да 2-ге бөлінсе, демек ол 4-ге бөлінеді. 90-ды 2-ге бөлсе 45 шығады. Яғни 180-ді 4-ге бөлу, ол 2 рет 2-ге бөлу деген сөз. 5-ге бөлінеді, әрине соңында 0 болса, ол сан 5-ге бөлінеді. 36 шығады, 36-ға бөлсек 5 шығады. 6-ға бөлінеді, 186-ға бөлсек 30 шығады, 30-ға бөлсек 6 шығады. 7 бөлінбейді, 8-ге бөлінбейді, себебі 4-ге бөлгенде 45, 45 арқа 2-ге бөлінбейді. 9-ға бөлінеді, 18 9-ға бөлінеді, себебі 20 шығады. 10-ға бөлінеді, 18-ге шығады. 11-ге бөлінбейді, 12-ге бөлінеді, 15 шығады. Және 12 мен 15-дің ортасындағы сандарға бөлінбейді, 13, 14-ге бөлінбейді. Осы 18 санның барлық бөлгіштері міне алғашқы 6 ауыдыр. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 бөлгіші бар екен бұл санның, иә?
Енді бөлгіштерін тапқаннан кейін мынарда екінші сөз ол ортақ бөлгіш. Ортақ бөлгіштен жаңағыдай ортақ еселік сияқты мына сандардың ортақтарын табу. Мысалы 1 екеуінде де бар. 2, 3, 4, 5, 6-ға дейін екеуінде де ортақ бөлгіш бар. Мынада 2, 3, 4, 5, 6-ға дейін ортақ бөлгіш бар. Мында 8 бар, мында 8 жоқ. 9, 9 бар. 10 деген ортақ бөлгіш бар екен екеуінде. 12 мен 15 деген ортақ бөлгіш бар екен. Ойындарды кешіріңіз. 15 дұрыс екеуінде де бар. 12-де 15-де екеуінде де бар. 20 мында бар. 18-де де бар. 24 деген бөлгіш мында жоқ. 30 бар екеуінде де. 40 мында жоқ. 36, 45 мында жоқ. 60 деген ортақ бөлгіш бар екеуінде де. Одан ары қарай ортақ бөлгіштер жоқ. Мынау дөңгелектеніп қойған. Бұл екі санның ортақ бөлгіштері. Яғни мына екі санның ортақ бөлгіштері. Бірақ солардың ішінен бізге несі керек? Ең үлкені керек. Яғни бөлгіштердің ішінен ең үлкені таңдаңыз, ол әрине 60. Яғни бізде не шықты? Ең үлкен ортақ бөлгіш, мына 120 мен 180 сандарының. Ол 60. Яғни бұл екеуі де қатарынан 60-тан артық санға бөлінбейді. Яғни мынау да екеуі де 60-тан артық санға бөлінбейді, екеуі де қатарынан. Әрине 120-120-ға бөлінеді, бірақ 180-120-ға бөлінбей қалады, иә? Немесе 180-90-ға бөлінеді, бірақ 120-90-ға бөлінбей қалады. Сондықтан екеуіне де ортақ үлкен бөлгіш ол 60. Енді бұл түсіндірмесі. Ал табу жолына келетін болсақ, оларды да мынандай бір түрде жіктеуге болады. Жай көбейгіштерге жіктеуді атаймыз, иә? Жай көбейгіштер жіктеу, яғни бір жай санға бөліңіз. Жай сандар, бізді білеміз, иә? Жай сандар, ол жаңа айтып кеттім, бөлгіштері екеу ғана болады. Ол тек бірге және өз-өзіне бөлінеді. Ең кіші жай сан 2, одан кейінгі 3, 4 ол құрама сан, 5, 6 құрама сан, 7 деп кете береді жай сандар, иә? Сондықтан мен мына сандарды сонда жай көбейгіштер жіктеймін. 120 мына ең бірінші жай санға бөлінеді, 2-ге. Сол 2-ге бөлінеді, не шығады? 60 шығады. 60 тағы да 2-ге бөлінеді, 30 шығады. 30 тағы да 2-ге бөлінеді. 15 шығады. 15 ары қарай 2-ге бөлінбейді. Сондықтан келесі жай сан 3-ге бөлем. 15-ті 3-ге бөлсем 5 қалады. 3-та 5-та жай сандар. Яғни 5, 3, 2, 2, 2-ның көбейтіндісі ол 120. 2 көбейту 2, көбейту 2, көбейту 3, көбейту 5. 3 түк 2, 1, 3, 1, 5. Көбейт шықсаңыз 120 шығады. 180-ді көрсететін болсақ, 180 дәл осылай жай көбейгіштерге ең бірінші 2-ге бөлейік, иә? 2-ге бөлсек біз не шығады? 90 шығады. 90 ары қарай 2-ге бөлінеді. Не шығады біз? 45 шығады. 45 2-ге бөлінбейді, ол ары қарай 3-ге бөлеміз. 45-ті 3-ге бөлсек 15 шығады. 15-ті ары қарай 3-ге бөлеміз. 5 шығады, болды, тоқтадық. 5, 3, 3, 2, 2. Ол 180-нің жай көбейгіштері 2 мен 2, 3 пен 3 және 5. Енді ең үлкен ортақ бөлгішті табу деген сөз қалай? Жаңа мен сізге ең кіші ортақ еселіктің табу жолын көрсеттім. Ең үлкен ортақ бөлгішті былай тоғыңыз. Айталық, ең үлкен ортақ бөлгіш бізде кім бар? 120 бар және 180 бар. Жаңа мен біреуінің көбейткіштерін жазып алдым. 18-дің ең кіші ортақ еселіктің 18-дің жазып алдым да, мына 12-мен толықтырдым. Ең үлкен ортақ бөлгіште керісінше біреуін жазып алдым да, келесімен толықтырмаймын, келесінің жоқтарын алып тастауға болады. Немесе екеуінде де ортақтарын алуға болады. Екеуінде де ортақтан алайық. Мысалы, екеуінде 1-1-5-тен бар ма, сол 1-1-5 табуға болады. Бір ғана 5 табуға болады. Екеуінде мысалы 3 бар ма, міне, мында 3, мында 3 бар, бұнда бір ғана сол 3-ті аламын. Бірақ мына 3-ке мына жерде жауап беретін 3 соғылғандықтан ол 3-ті ала алмаймын. Мына 2 бар, мында да бір 2 бар екен. Сондықтан бір 2-ні аламын. Мында 2 бар, мында да бір 2 бар екен. Сондықтан бір 2-ні аламын. Болды, мына 2-ге, мында жетерлікте 2 жоқ. Аны екеуінде де бар заттарды ғана аламын. Сол кезде 5 пен 2-ні көбейтіп алу оңай. 5 пен 2 10 болады да, 3 пен 2 6 болады. 6-ны мына 10-ға көбейтсеңіз 60 болады. Яғни расында да екеуінің ортақ бөлгіші ең үлкен ортақ бөлгіш 60 болып шықты. Осы ең кіші ортақ еселік пен ең үлкен ортақ бөлгіш табу, бұл бізге бөлшектер тақырыбын өтетін кезде ортақ бөлімді табу үшін сондай кездерде керек болады.